Жыл сайын елде жылыту мерзімі басталғаннан біткенге дейін төтенше жағдайлар қызметінің мамандары халықты аралап, жылыту құрылғыларының қаншалықты дұрыс орналасқаны және көгілдір отынды дұрыс пайдалану бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Бұған мән бермейтіндер де табылып жатады. Ескертуді ескермегендердің өмірінде оқыс оқиға орын алуы әбден мүмкін деп төтеншеліктер дабыл қағуда. Келес ауданында жылыту маусымына дайындықтар қалай жүріп жатыр? Қазір жалпы біздің Келес ауданымызда жылыту маусымына үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. Дегенмен әлі де көп тұрғын үйлер әлі жылыту жүйесін қоспаған үйлеріне. Сондықтан біз былтырғы жағдайды мынау Ұшқын ауылында өздеріңіз жақсы білесіздер. Былтыр 4 адам Ұшқын ауылында қайтыс болып, осы иісті газге уланып, сол жағдайды қайталамау үшін алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда мынау жалпы бүгін қазіргі уақытқа дейін 2470 үй араланды. Оның ішінде 1750 тұрғын үй көп балалы, жаңағы әлеуметтік жағдайы төмен, сосын мүгедектер отбасына жатады 1750 үй. Солардың бәрі толық араланды. Үгіт-насихат жұмыстары жүргізілді. Оның ішінде жаңағы кемшіліктер жоқ емес, бар. Қолдан жасалған пештерді қолдануда әлі күнге дейін. Солардың барлығына ескерту жасап, жаднама парақтарын таратып кетіп жатырмыз. Өткен аптада Ұшқын ауылында Газ-Трансгаз аймақ акционерлік қоғамы Келес газ шаруашылығы мамандарымен бірге және учаскелік полициямен бірге, біздің төтенше жағдайлар бөлімімен және өрт сөндіру бөлімі қызметкерлерімен бірге рейдтік жұмыстар жүргізілді. Оның ішінде де осы жұмыстар қазір жылыту маусымы аяқталғанша жалғасын табатын болады. Және де мынау бүгін Ошақты ауылы округіне барып, осы мамандармен бірге үгіт-насихат жұмыстарын жүргізілді. Оның ішінде жаңағы Ошақты ауылы әкімі аппаратының қызметкерлері бар. Сол жерде бірқатар ауыл тұрғындарымен жиын өткізіліп, 40 ауыл тұрғындарына жиын өткізіліп, түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Кейін Қоңыртөбе, Береке және мынау осы Ошақты ауылының өзінде және Жетітөбе ауылы бар. Сол жерге барып үй аралау жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі таңда жалпы ол Ошақты ауыл округінде бүгін 360 үй араланып, үгіт-насихат жұмыстары жүргізілді. Оның ішінде бүгін бір үйге жаңағы газ шаруашылық мамандарымен бірге бір үйді актілеп, жарамсыз деп танып, газын бекітіп кетті. Қолдануға тыйым салынды. Сақ болсаң сау боласың. Осылай деген Келес аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы жылыту маусымының жақын қалғанына орай елді мекендерді аралап үгіт-насихат жұмыстарын бастадық дейді. Күні бүгінге дейін төтеншеліктер 3 ауылдық округта аралап бітіпті. Тұрғындар арасында өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтамағандар да кездесіп жатыр дейді Хайрулла Кеңесов. Қазір талапқа сай келмейтін жағдайлар жаңа қолдан жасалған пештерді өздері табиғи газге жалғап қою. Қолдан жасалған. Арнайы заводтан шыққан пештер емес, өздері қолдан жасап, сондай пештерді қолдануда. Одан кейін ондай пештерді бөлек емес, жаңағы өздері отыратын, жататын бөлмелерінде орнатып қоюда. Кіреберіс есіктерінің алдына қоюда. Ондай пештерді жалпы талапқа ережеге сәйкес бөлек жаңағы жылыту қазандығын орнатып, бөлек орнату керек үйден. Егер қандай да бір ақау болып, газдың иісі шыққан жағдайда үй ішіне таралмай, басқа далаға шығып кететін жағдай жасау керек. Осындай талаптар көп кездеседі біздің ауданымызда. Осындай кемшіліктер көп кездеседі біздің ауданымызда. Камин пештерін қолданып жатқандар бар? Камин пештерін қолданып жатқандар кездеседі көбінесе. Ол енді оның да қолдану өздерінің ережелері бар, бірақ енді сол ережелерді сақтамай, оның да жаңағыдай арнайы өзін бөлек ауасы шығып, жаңа иісті ауасы шығып тұратын мұржа орнату керек. Ондай мұржаларды орнатпай, өздері жаңағы гофрошлангы дейміз ғой, сондаймен терезеден шығарып қоя салады. Қандай да бір ақаулық болып иіс шықса, ол бөлменің ішіне таралады. Сол сияқты осындай кемшіліктер орын алады. Біздің қазіргі жүргізіп жатқан мақсатымыз барынша түсіндіріп, айтып, болмайды, ауыстыру керек деген жаңағы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп кетіп жатырмыз. Қазіргі таңда мамандар тарапынан аудан бойынша 2740 үйге түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Оның 1750-і көп балалы, әлеуметтік жағдайы төмен, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың отбасылары.
Кайрулла Кеңесовтың айтуынша, күні бүгіннің өзінде Ошақ ауылдық округінде 360 тұрғын үйге үгіт насихат жасалған. Негізгі мақсат пештерді, газ құбырларын, электр сымдарын дұрыс орнатуды, ережелерді сақтай отырып, жылыту қондырғыларын пайдалануды насихаттау. Жалпы қазір біз 3 ауыл округ араланды. Ұшқын ауыл округі, Ошақты ауыл округі және өзіміздің осы Абай ауыл округі толық біткен жоқ әлі. Осы Абай ауылымыз. Абай ауылындағы ертең тағы да бастаймыз. Ертең Абай ауылына шығайын деп тұрмыз. Барлық күшті сол Абайда орналасқан үйлерді, көшелерді аралап, үгіт насихат жұмыстарын жүргіземіз. Ана көп қабатты тұрғын үйлер ше? Олар да аралана ма? Көп қабатты әрине барлығы түгел араланып, ескертіліп, ол жерінде көп қабатты болғанда бізде енді ауданымызда қазір аудан орталығы Абай елді мекенінде, сосын Алпамыс Батыр ауылында, сосын Жүзімдік ауыл округінде 2 қабатты көп пәтерлі үйлер орналасқан. Оларға да барып түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Былтырлары оқыс оқиға орын алды ма Ұшқын ауылдық округінен басқа? Тек осы жоқ, бір ғана жағдай ма? Былтыр Ұшқын ауыл округінен басқа оқыс оқиғалар орын алған жоқ. Дегенмен де жеңіл-желпі газға уланып, ауруханаға түсіп, амбулаториялық ем қабылдап шығып кеткен тұрғындар кездесті. Сонымен қатар мамандардың айтуынша, көбіне қолдан жасалған қондырғылар, электр жылытқыш құралдар және ирандық пеш орнатылған үйлерде өрт қауіпсіздік ережелері сақтала бермейді. Сондықтан мүмкіндігі барынша талапқа сай қазандықтарды қолдану қажет. Құдай сақтағанды сақтайды демекші, сақ болсаңыз сау боласыз дейді олар. Электр қуатымен жылытатын пештерді көбінесе енді кейбіреулері қолдан жасалған электр пештерін қолданылады өздері. Ондайларға да қатаң ескертеміз, тыйым салынады ондайларға. Барлығын талапқа сай электр жылытқыш пештер өзі арнайы шығарылған, сондай арнайы шығарылған электр пештерінде қолдануға ескертеміз. Соның өзінде бала, кішкентай балалар деген сияқты сол бойынша үгіт насихат жұмыстары жүргізіледі. Жаңағы кішкентай бала түртіп кетуі мүмкін деген сияқты. Электрмен жылытатын құрылғылардың көбісі жерде орналасады, биік орналасатын ондай құрылғылар жоқ. Иә, дұрыс айтасыз. Ондай құрылғы жаңағы бір оқиғаны айта кетсем, осыдан енді 4 жыл бұрын, ол кезде Сарыағаш ауданы еді. Сол кезде кәдімгі электр пешін қолданылған, бірақ енді ақауы бетінде қорғағыш жоқ, кәдімгі заводской электр пеші қорғағышы бұзылып қалған. Сонымен жерде қолданылған, ол қолданып кішкентай балдар ойнап, аяғымен түртіп жаңа құлатқан, ол көрпе жаңағы жерде төселіп тұрған көрпеге тиіп, содан бықсып, өрт шығып, осындай жағдайларда орын алады пештерді қолдануда. Бұл тағы да айта берсек, осыдан біраз жыл бұрын Бешқұбыр ауылында осы электр пешінен жаңағы бір жас сәби қайтыс болған. Одан кейін мынау Жүзімдік ауыл округінде де дәл тура осындай бесікте жатқан сәби қайтыс болған. Мынау бесіктің жанына қойып қойған қызы, оның жаялығы жаңағы қатты қызуының, бесіктің жайы қатты қызуының себебінен жанып кеткен, өздері үйінде, жаңа көршісінің үйінде болған. Осындай жағдайлар кездесіп жатады. Енді осындай жағдайларды болдырмау үшін осы талаптарды, қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауын аудан тұрғындарынан сұранады. Осы электр қуатымен жылытатын пештерді қолдануда үгіт насихат жұмыстарын жүргізіліп жатыр. Түсіндіру жұмыстарын қалай қолдану керек, сымдарында қандай да бір ақаулық болмау керек деген сондай үгіт насихат жұмыстары жүргізіледі ме? Ол бойынша тек көгілдір отынмен ғана емес. Жоқ, әрине қазір мынау біз жүргізіп жатырмыз ғой. Кеше мысалы Ұшқын ауылында, бүгін мына Ошақты ауыл округінде, ертең осы Абай ауылында жүргізейін деп жатырмыз. Барлық қауіпсіздік мәселелері жүргізіледі. Бұл жерде айтылып өтеді. Қандай да болсын, тек қана мынау табиғи газ бен көгілдір отынмен қолдану емес, сонымен қатар жоғарыда айтып өткендей қатты отын, көмір жағады біреулер сұйық отын, жаңа соляркамен жанатын пештерді қолданылады, электр пештерін қолданады. Сондайда қауіпсіздік талаптарын барлығын қатаң сақтауды ескертіп өтеміз. Бөлім бастығынан мемлекеттік мекемелер мен ғимараттардың қыс мезгіліне дайындығы жайлы да сұрадық. Ол аудандағы 27 білім ошағында өрт қауіпсіздігі талаптары сақталмағанын айтты. Біз мынау қазіргі таңда мектептерде, балабақшаларда жылыту қазандықтары бойынша тек қана жылыту қазандықтар қысқа дайындық жұмыстарын жүргізу мақсатында мынау білім бөлімінен және аудандық әкімшілік тарапынан комиссия құрылып, барлығын аралап көріп шыққанбыз. Ондағы анықталған кемшіліктер бойынша
қауіпсіздікті қатаң сақтау және сол кемшіліктерді жою бойынша білім бөліміне сосын арнайы әкімшілікке арнайы хат жолдағанбыз. Қазір ауданымызда әлі күнге дейін ескі мектептер көп, талаптарға сай келмейді, тозығы жеткен мектептер бар. Ол мектептерде дәл қазіргі уақытта біз көктемде ерекше тәртіп бойынша тексеру жұмыстарын жүргізген кезде жоспар бойынша 27 мектептің өрт дабылқаққыштары орнатылмаған. Олар талапқа сай келмейді. Қалған мектептер өздеріңізге белгілі, жылдан жылға әр ауылда, әр елді мекендерде бір мектеп, екі мектептен жаңа мектептер салынып жатыр. Оның алдында да осыдан 10 жыл бұрын салынған мектептерге де барлығы талаптарға сай келеді. Ауданымыздың барлық тұрғындарына және қонақтарына осы жылыту маусымы кезінде табиғи газбен жанатын болсын, қатты отын көмірмен жанатын болсын, және сұйық отынмен жанатын болсын, сондай пештерді қолдану кезінде барынша өрт қауіпсіздік және де басқа да қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтап, оқыс оқиғаны болдырмай, өз өмірлерін сақтап, барлық ережелерді сақтап пайдалануын сұранамын. Төтенше жағдайлар бөлімі мамандары алдағы уақытта да осы бағыттағы түсіндіру жұмыстары жүйелі түрде жүргізіледі дейді. Жылыту пештерін пайдалану кезінде өрт қауіпсіздік ережелерін бұзу газға улануға негізгі себеп болады. Сөз соңында біз де сақтық шараларын сақтап, оқыс оқиғалардың алдын алуға шақырамыз.